Сәлеметсіздер. Ұзақ жасау туралы көп кескіндер түсірдік. Алдында да бірнеше барып көрсеңіздер де болады. Ал енді тағы да біз ойлап көрмеген біздің ұзақ жасауымызға әсер ететін енді бір маңызды фактор бар екен да. Ол болса мына аяқтағы бұлшықеттің күші. Әсіресе мына сандағы бұлшықеттің күші. Міне. Muscle is your organ of longevity. Muscle is the organ of your longevity дейді. Muscle деген бұлшықеті ағылшын тілінде. Muscle үйреніп алыңыздар. Muscle. Төтоқсан мүскіл ғой. Muscle. Organ. Organ қазақша орган деген сөз. Орган. Чужы ма? Чиган. Орган я чиган. Орган. Одан кейін longevity. Longevity. Ұзақ жасау. Чаңшау. Longevity. Онда мына сіздің онда бұлшықетіңіздің аяғыңыздағы бұлшықетіңіздің қаншалықты дәрежеде екен мына бір неше сынақ әрекеттер бар, сонымен сынақ көріңіздер. Бірақ енді бұл сөзсіз 100% осындай деген сөз емес, бірақ енді жалпылай енді негізінен дұрыс, бірақ 100% осыған сеніп қалмаңыздар. Әрине көптеген машық жасау арқылы осыған жетсек болады. Яғни мына жерде biology age дейді, мына биологиялық жас. Мәселен, кейбір адамдар 40 жаста болса, оның нақтылы жас 40 жаста болса, биологиялық жасы бәлкім 25-те мүмкін. 40 жаста да болса да 25-тегідей атылып тұрады ғой. Ал енді кейбір адамдар 40 жаста болса, 50 жастағыдай көрінуі мүмкін да биологиялық жасы. Нақтылы жас пен биологиялық жас. Ал енді мына сынақ әрекеттері болса, сіздің сол биологиялық жасыңызды 30 жастан төмен екенін көрсетіп береді дейді. Енді өте 100% осылай деген емес енді. Мөлшермен жалпылай осылай бағыт бар деген сөз ғой. Енді пайдаланып қана қойсаңыздар болады, бірақ өте сеніп кетпеңіздер. Осы әрекет істеп көрсеңіздер болады. Мынаны 30 жастан төмен жастағы биологиялық жасыңыз 30 жастан төмен болса, мына әрекеттер сынап көріңіздер. Бұны көбінде сол 50 жастан төмен кісілер сынап көрсе болады. Сынап көріңіздерші. What? That's good. Apparently, if I can go from here to like squatting position, then like my real age is like younger or something like that. Oh, yeah. Okay.